Сәлеметсіздер ме балалар? Әдебиеттік оқу 4-ші сынып 3-ші бөлім 79-ші сабақтың тақырыбы бізді мазалаған сұрақтар. Сұраққа жауап бер. Бірінші тапсырма: суреттегі сұрақтардың қайсысына жауап бере аласың? Суретте ғарышқа не үшін ұшады? Құстар қалай ұшады? Доп неге шар сияқты ұшпайды? Ұшуды кім ойлап тапты? Не ауыр, не жеңіл деген сұрақтар берілген. Балалар, осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Ең алдымен ғарышқа не үшін ұшады деген сұраққа жауап берейік. Ғарышқа аспан әлемін, сол ғарышты зерттеу үшін шығады. Бұл ғарыш әлемі әлі күнге дейін толық зерттеліп біткен жоқ. Әлі де оның ашылатын құпиялары өте көп. Құстар қалай ұшады? Құстар қанатымен ұшады. Келесі сұрақ: доп неге шар сияқты ұшпайды? Себебі доп шарға қарағанда ауырлау, ал шар допқа қарағанда жеңілірек. Екеуінде де ішіне ауа толтырылады. Сондықтан да доп ауыр болғандықтан ол шар сияқты жеңіл ұшып кетпейді. Келесі сұрақ: не ауыр, не жеңіл? Балалар, мысалы, бір шарға ауа толтырып, екінші шарға су толтыратын болсақ, су толтырылған шар ауырлау болады, ал ауа толтырылған шар жеңіл болады. Келесі, мысалы, қағазды алып көрейік. Қағаз қолмен ұстағанда жеңіл болғанымен, егерде одан кітап жасайтын болса, кітап ауырлау келеді. Және де темір мен мақтаны алып көрейік. Темір мақтаға қарағанда ауыр, ал мақта темірге қарағанда жеңіл. Тек қана екеуінің салмақтарын бірдей қылып алған жағдайда ғана екеуі тепе-тең болады. Александр Романович Беляев 1884-1942 жылдар аралығында өмір сүрген, ғылыми фантастикалық романдар жазған орыс жазушысы. Автордың «Қос мекенді адам» атты кітабы су астында өмір сүре алатын адам туралы. Бұл фантастикалық роман бойынша көркем фильмде түсірілген. Түсініп оқы. Адам ұшуды қалай үйренді? Биікке түтін ғана емес, жылы ауада көтерілетін адамдар ерте кезде ақ байқаған. Алғашқылардың бірі болып, жылы ауаны ұшу мақсатына пайдаланған ағайынды француздар монгол ферлер еді. Олар мата мен қағаздан әуе шарын жасады. Оны жылы ауамен толтырған кезде әлгі шар қалқи жөнелді. Ол 500 метрдей биікке көтерілді. Бұл оқиға 1783 жылы болған. Ағайынды жігіттер бұл шармен түрлі жануарларды ұшырып көріп, кейін өздері де ұшты. Ал француз ғалымы Шарль әуе шарын ауадан жеңіл газ сутегімен толтырды. 10 минуттың ішінде шар 1000 метр биіктікке көтерілді. Осыдан кейін-ақ әуе шарларының аспанға ұшуы жиілей бастады. Оны аэростат деп атады. Бірақ мұндай шармен ұзақ ұшуға болмайтын еді. Себебі ол ескен желдің еркінде болатын. Ал адамдар қайда барғысы келсе, сол жаққа ұшуды көкседі. Әуе шарын қайткенде басқарылатын етіп жасауға болады. 19 ғасырда орыс өнертапқышы Архангельский желкенді қайық сияқты жоғары көтерілгенде жиналып, төмендеген кезде жайылатын қанаты бар әуе шарын жасады. Бұл механизмді бу қозғалтқышы іске қосатын еді. 15 жыл өткен соң өнертапқыш Саковен аэростаттың қаңқасын жұмсақ емес, қатты, ерекше қатырма қағаздан жасатты. Аэростатқа 2 руль бекітілді. Оның бірі жерден көтерілуге, екіншісі әрі-бері бұруға арналған. Келесі тапсырма болжа деп аталады. Ұшу аппараттары неге ұқсап келе жатыр?
1875 жылы орыс ғалымы Менделеев 11 шақырымға дейін, тіпті одан да биікте басқарылатын аэростаттың жобасын ұсынды. Мұндай биіктікте адамға ауа жетпей қалмауы үшін ішіндегі ауа сыртқа шығып кетпейтін арнайы бекітілетін кабина жасауды да ойластырған еді. 11 шақырымға содан да биікке ұшатын осындай аэростат стратостат деп аталды. Дирижабль басқарылатын аэростат. Бірақ онымен ұшу әлі де қауіпті еді. Өйткені оның ішкі қабатын жұқа матадан жасайтын, оны сәл ғана ұшқыннан лап ете түсетін сутегі газымен толтыратын. Сондықтан өте қауіпті еді. Кейбір адамдар қанат байлап, биік жерден секіріп те көрді. Кейбіреулері ауада қалықтады да. Осылайша қанатты, бірақ қозғалтқышсыз ұшу аппараты планер пайда болды. Алғашқы планердің үлгісін атақты суретші Леонардо да Винчи жасағаны белгілі. Ең алғашқы планер өте қарапайым еді. Олар батпырауыққа ұқсайтын. Мүмкін сен оның қалай ұшатынын байқаған шығарсың. Планердің небір түрі жасалды. Олардың сыңар қанаттысы да, қос қанаттысы да, үш қанаттысы да бар. Дегенмен планер өзін әуеде демейтін ауа толқынынан жылдам ұша алмады. Ал әдемі жерден де жылдам ұшып, мыңдаған шақырым жерді шарлағысы келді. Мәтіннің авторы Александр Беляев, аударған Нұрғали Оразов. Келесі екінші сұрақ. Ұшу аппаратын жасаған кезде ғалымдар қандай кедергілерді байқады? 1875 жылы Менделеев ұшу аппаратын ойластырған, жобасын ұсынған. Ол 11 шақырымға дейін ұшалатын болған. Бірақ 11 шақырымға дейін жеткенше оған дейін адамға ауа жетпей қалу қаупі болатын еді. Сондықтан да барлық ауа ішінде сақталып, сыртқа жібермейтіндей кабинасы бар ұшу аппаратын жасауды көздеген болатын. Үшінші сұрақ. Мәтінде біз демалатын ауа оттегі туралы не айтылған? Біз демалып жүрген ауа, яғни оттегі, сутегіге қараған кезде ауырлау. Мысалы, екі шарды алып, оның бірін оттегімен, екіншісін сутегімен толтыратын болсақ, сутегімен толтырылған ауа жоғарыға ұшып кетеді, ал оттегімен толтырылған ауа жерде қалады. Төртінші жаттығу. Мәтіннің түрін анықтаңдар. Бұл мәтін ертегі ме, мысал ма, әңгіме ме, әлде танымдық мәтін бе? Бұл мәтін танымдық мәтінге жатады. Себебі мәтінде ұшу аппараттары және де олардың қозғалысы жайлы, қалай ұшады және оны кім жасағаны туралы толығырақ айтылған. Сондықтан да бұл мәтін түрі танымдық мәтін. Бесінші тапсырма. Әуе шарының суретін салып безендіріңдер. Ат қойыңдар, суреттегі ұшу аппараттарын сипаттаңдар. Балалар, төмендегі суретте әуе шарының түрлері берілген. Бұл әуе шарларын түрлеріне қарай, өз мақсаттарына қарай қолданады. Алтыншы тапсырма. Қорытындылау. Армандар оңай орындала ма? Бүгінгі заманда ұшақ, тікұшақ болмаса, адам үшін қандай қиындықтар болар еді? Әңгімелеуге дайындал. Қазіргі заманда ұшақ және де тікұшақтар болмаса, онда жағдай басқаша болар еді. Мысалы, бұл ұшақ, тікұшақтардың маңызы өте зор. Атап айтқанда, қазір ұшақ, тікұшақтар медицина саласында және де әскери іздестірілу жұмыстарында да, тағы басқа салаларда өте кеңінен қолданылады. Егер де осы ұшу аппараттары болмаса, яғни ұшақ, тікұшақ болмаса, онда адамдар ойлаған жеріне тез жете алмас еді, және де медицинаның да дамуына үлесі болмас еді. Сонымен қатар бұл ұшақ, тікұшақтар ауыл шаруашылығында да өте маңызы зор. Мысалы, ауыл шаруашылығында зиянкестерді жою мақсатында осы арнайы тікұшақтар қолданылады.
бір сөзбен айтқанда, осы ұшақ тікұшақтың арқасында барлық салада жұмыстар тезірек уақытынан бұрын жүзеге асырылады. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бұл сабақ сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде алдағы сабақтарды бірінші және де оңай болып табатын боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.